Баршаңызға сәлем. Бүгін тауық қанаттары мен картопты духовкада дайындаудың ең дәмді рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тауық қанаттары, картоп, сәбіз, пияз, кетчуп, майонез, қара бұрыш пен қызыл бұрыш, паприка, сарымсақ, тұз және укроп қажет. Ең алдымен тауық қанаттарын дайындап аламыз. Қанаттардың ұштарын кесіп алып тастаймыз. Видеоның астына қолданған заттардың мөлшерлерін жазып кетемін. Мен көкөністерді ашып, турап дайындап қойдым. Енді соусты дайындаймыз. Майонез бен кетчупке үккіштен сарымсақты өткіземіз. Сарымсақты үккіштен өткізіп болған соң, өзіміздің қоспаларды қосамыз. Мен қара бұрыш, қызыл бұрыш және паприканы қостым. Соңында тұзды салдым. Барлық қоспаларды салып болған соң, жақсылап араластырып аламыз. Үлкен ыдысымызға тауық қанаттарын дайындап қоямыз. Оның үстіне картоп, сәбіз, пиязды және дайындаған қоспамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пешіміздің дөңгелек ыдысына фольганы төсейміз. Фольганың үстіне өзіміздің дайындаған тағамымызды саламыз. Салып болғаннан кейін бетіне де фольганы жабамыз. Дайын болғаннан кейін пешімізді 200 градусқа қыздырып, 1 сағат немесе 50 минутқа қоямыз. Міне, тағамымыз да дайын болды. Тауық қанаттары мен картоптар өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісті. Үйлеріңізде сіздер де дайындап көріңіздер.